Айқын көрініс таппаған логика теориясын 10 ғасырда Зеде ұсынған. Бұл теорияның негізгі мақсаты табиғаттағы және өмірдегі анық емес, дәл шекарасы жоқ құбылыстарды түсіндіру. Классикалық логика бойынша кез келген құбылыс тек екі мәнге ие болады: иә немесе жоқ, ақиқат немесе жалған, яғни 0 немесе 1. Мұндай жүйе тек нақты есептеулерге ыңғайлы болғанмен, шынайы өмірдегі көптеген жағдайларды толық сипаттай алмайды. Себебі табиғаттағы көптеген процестер нақты шекарамен бөлінбейді және біртіндеп өзгереді. Айқын көрініс таппаған логикада кез келген құбылыстардың мәні 0 мен 1 аралығында болуы мүмкін. Бұл белгілі бір қасиеттің толық емес, белгілі бір дәрежеде ғана байқалатынын көрсетеді. Мысалы, температура суық, жылы немесе ыстық деп бөлінуге болады. Бірақ нақты қай температурадан бастап ыстық деп айту керек екенін дәл анықтау қиын. Токио метросының компьютерлік жүйелеріндегі айқын көрініс таппаған логиканы пайдалануды алуға болады. Бұл жүйе кәдімгі компьютермен немесе оператор адаммен салыстырғанда тиімді қозғалысқа және тоқтауға қол жеткізді. Жүйе сондай-ақ тұтынылатын электр энергиясының мөлшерін азайтуға мүмкіндік берді. Бұл теория химия, физика, биология сияқты ғылымдардың салаларында маңызды рөл атқарады. Мысалы, химиялық реакциялардың жүру жылдамдығы, заттардың ергіштігі, концентрация деңгейі немесе температура әсері көбінесе бірден өзгермейді, біртіндеп өзгереді. Реакция толық жүруді немесе мүлде жүрмейді деп айту әрқашан дұрыс бола бермейді. Айқын көрініс таппаған логика адамның ойлау жүйесіне де жақын болып келеді. Адамдар күнделікті өмірде көптеген құбылыстарды нақты екіге бөліп қарамайды. Мысалы, адамның толық бақытты немесе толық бақытсыз деп нақты айту қиын. Көп жағдайларда адамдардың жағдайы осы екі күйдің аралықтарында болады. Қазіргі уақытта айқын көрініс таппаған логика технологияларды қолданады. Мысалы, компьютерлік жүйелерде, жасанды интеллекттерде, автоматты басқару жүйелерінде және түрлі электрондық құрылғыларда да осы теория негізінде есептеулер жүргізеді. Қорытындылай келе, айқын көрініс таппаған логика табиғаты мен ғылымдағы анық емес құбылыстарды түсіндіруге мүмкіндік беретін теория болып табылады. Ол классикалық логика мүмкіндіктерін кеңейтіп, шынайы өмірдегі процестерді тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.